Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай тәтті пирогтың жасалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін қарап, маса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен ыдысымызға сүтті құйып, оның үстіне қантты, тұзды, ашытқыны, сұйық майымызды, жұмыртқаны салып, жақсылап бір келкі араластырып аламын. Енді осы сұйықтықтың үстіне ұнды түгел салып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік, қолға жабыспайтын болып шығады. Міне, біздің қамырымыз осындай өте нәзік болып шығады. Енді осыны бетін жауып, 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Ол көтеріліп ашыды. Енді осы қамырымызды ыдысынан босатып, осылай қолмен басып шығамыз. Бізге пергамент қағазы керек болады. Пергамент қағазын үстіне жайған ыңғайлы. Пергамент қағазын үстіне салып, қамырымызды жұқа етіп жайып аламын. Міне, біздің қамырымыз дайын болды. Енді бір ыдысты бетіне қойып, осылай жолақтарға кесіп шығамыз. Енді бізге салма керек болады. Бұл жерде менде сүзбе және қою джем. Алдымен осы сүзбемізді түгелімен осылай айландыра салып шығамын. Енді осының үстіне осылай екі жолақты бір-біріне айқастырып, өріп шығамыз. Міне, осылай түгелмен өріп шыққаннан кейін, оны жақсылап тұрып саусақтарыңызбен басып, қатты жабыстырып шығу керек. Себебі біз қатты басып жабыстырып шықпасақ, бұл піскен уақытта көтеріліп кетуі мүмкін. Сол үшін жақсылап басып шығамыз. Енді ортасын шанышқымен тесіп, дайындап алған джемімізді түгелмен ортасына салып, бір келкі етіп жағып шығамын. Міне, дайын болған қамырымызды енді ыдысымызға салып, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін бетін ашып, оның үстіне бір жұмыртқаның сарысын бір ас қасық сүтпен араластырып, түгелімен айландырып жағып шығамын. Енді осы дайын болған пирогымызды қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Міне, біздің пирогымыз дайын болды. Оны ыдысқа салып суытамыз. Видеоның соңына дейін қарап көргендеріңіз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.